Құрметті оқырман, менің Аналар мектебі атты каналыма қош келіпсіздер. Бұл жерде әдеттегідей сізбен пайдалы кеңестермен сізге пайдасын тигізетін информациямен бөлісемін. Бүгінгі бөлісетін тақырыбымыз бұл жүктілік кезінде жүктілік алды ішілетін витаминдер. Өйткені осы сұрақ туралы көп әйелдерден, жүктілікке дайындалып жүрген жүкті әйелдерден осы сұрақ көп келеді. Қандай конкретно витаминдер ішу керек? Осы туралы айтатын болсақ, жүктілік алды дайындық міндетті түрде 3-6 айдан басталу керек. Өйткені сіз ішкен витамин сізге сіңіп, бауыр арқылы өңделіп, сіздің денеңізге орналасу керек. Содан кейін құрсақ пайда болғаннан кейін құрсақтағы процестердің реттелуіне сіздің қорыңыз жұмсалған кезде сол қордан сізге қажетінше ұрық алу керек. Егер де ұрық қажетінше сізден ала алмаса, угроза, выкидыш, замершая беременность, немесе ұрықтың қандай да даму ақаулары, ұрықтың салмағының дұрыс өспеуі сияқты салдары ауыр жағдайлар туындайды. Сондықтан біз пример ретінде, қараңыз, мен сізге көрсетейін. Біздің любой келіншегімізді алайық, ол бірінші жүкті болды. 2019 жылы жүкті болды. 2020 жылы туып көкірекпен емізді. 2021 жылдың соңында қайтадан жүкті болды. 2022-де ол емізді. 2022-ның соңында қайтадан көтеріп выкидыш болды. Қайтадан көтерді, туды. То есть былай қарасаңыз, біздің жүкті әйелдер жүкті болу мен емізу деген циклдан шығамайды. Сол круговорот. Е құрсағында бала бар, е емшегінде бала бар. Е құрсақ сорады, е көкірек сорады. Сондықтан мынау емізудің үстінде көтерген құрсақ, немесе демалмай көтерген құрсақ, олардың бәрі өз қажетін аламайды сізден. Сіз беру керек нәрсені оған бере алмайсыз, өзіңіздің де организміңіз шаршады, нәресте аларын да аламады. Витаминдердің маңызы ол болашақ денсаулықтың, болашақ ұрпақтың денсаулығының сапасын анықтайды. Иммунитетін, жүйелердің дұрыс қалыптасып, дұрыс жұмыс істеуін қалыптасқан кезде қажет құрал жабдық. Үй кірпіштен салынатын болса, цементтен салынатын болса, осы фолий қышқыл, сондай сияқты нәрселер сіздің кірпіш пен цементіңіз ол. Енді қараңыз, фолий қышқылын қалай ішуге кеңес беріледі? Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бойынша фолий қышқылы 400 микрограммнан кем емес. Егер де бұл норма сау, дені сау, анемиясы жоқ, дені сау әйелге арналған. Ал егер де сізде осы жақын арада выкидыш болды, босану болды, көкірекпен емізу болса, ол кезде сіз ол физиологический потребность емес, ол повышенный потребность сізде. Егер де сіз алдыңғы босануыңызда жүрегінде ақауы бар, тесігі бар екен деп айтады, бүйрегінде су жиналған деп айтады, или басында су жиналған деп айтады. Егер сондай сіздің тарихыңызда сондай жағдайлар болса, ол кезде сізге үлкен дозада фолий қышқылдары керек болады. Сондықтан профилактикалық доза фолий қышқылы 400 микрограмм тәулігіне. Витамин D3. Мен өз пациенттерімнің барлығын тексерген кезінде кемінде 30 болу керек. Біздің әйелдерде 8, 4, 9, 13, 16 ғана шығады. То есть норманың ең төменіне де жетпейді. Сондықтан тәулігіне эксперттердің рекомендациясын витамин D 200 международный единица, халықаралық бірлік бойынша 200-ден кем емес ішілу керек. Витамин D ол болашақ нәрестенің иммунитетіне тікелей әсер етеді. Енді йод. Түркістан облысы йод дефицит бойынша көш басшылардың бірі. Біздің барлығымызда 10 адамның 9-ында или даже 10 адамның 10-ында да бізде йод дефицит кездеседі. Егер сіз ай сайын менструациямен қан жоғалтсаңыз, еще сіз
көкірекпен емізіп жүрсеңіз немесе жиі босанатын ана болсаңыз, онда сіз дефициттіңіз өте жоғары болады. Сондықтан йод 150 микрограммнан кем болмау керек. Профилактикалық доза. Бұл профилактикалық алдын алу доза. Кейбір кезде емдік доза керек болады. Емдік доза профилактикалық дозадан едәуір жоғары болады. Енді омега-3 дейді. Омега-3 ДГК 200 мг. Енді осы айтқан жүктілік кезінде кеңес берілген витаминдердің қалай әсер етеді? Фолий қышқылы бұл нәрестенің даму ақауларының алдын алу, нерв жүйесінің және жүрек қан тамыр жүйесі. Екінші, йод нервно-психическое развитие. Нерв, орталық нерв жүйесінің, шеткі нерв жүйесінің жақсы дамуы интеллектіне әсер етеді. Омега-3-лер поли ненасыщенные жирные кислоты, поли тотықпаған май қышқылдары. Бұлар бүкіл организмнің қалыптасуы, тамырлардың қалыптасуы, жүйке жүйесінің қалыптасуына тікелей әсер етеді, және де ана мен баланың ортасындағы қан айналымға тікелей әсер ететін әсері бар. Витаминді скелет, сүйек, буын, осылардың бәрін қалыптасуына тікелей әсер етеді витаминді. И мидың иммунитеттің дамуына қатты әсері бар. Және де витамин Е ол омега-3-тің сіңірілуіне әсер ететін тікелей әсерлер бар. Сондықтан фолий қышқылы, омега-3 және йод, витамин Д осылар міндетті түрде қабылдау керек деген дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымымен ұсынған препараттарға жатады. Жүктілік кезінде неғұрлым витамин көп болса жақсы деген сөз емес. Бір дәрмектің ішінде топырлаған 20, 15, 30 жаңағыдай түр бар витаминдерді ішу ол дұрыс емес. Өйткені, во-первых, біз Африкада тұрмаймыз, бізде ашаршылық жоқ. Біз күнде ішетін тамақтарымызды ішеміз. Біз капустамызды жейміз, алмамызды жейміз, бананымызды жейміз, етімізді жейміз, басқамызды жейміз. 30-20 наименованиясы бар витаминдерді ішудің керек жоқ. Өйткені витаминдердің бір-бірімен, олар витаминдік нәрсенің бәрі ол химиялық зат. Химиялық зат бір-бірімен химиялық жаңағыдай реакцияға түседі. Ол асқазан ішек жолдарында түрлі химиялық құбылыстар түзіп, бір-бірін сіңдіреді, бір-бірін сіңдірмейтін түрлер болады. Сондықтан витаминдердің бір-бірімен жұмыс істеу ережелері бар. Мысалға, B1 мен B6 деген сияқты витаминдер, B12 деген сияқты бәрін бірдей ішуге болмайды. Бір-біріне жаңағыдай сіңірілуін нашар етеді. Мысалға, йод пен жаңағыдай темір сияқты әртүрлі химиялық өзгерістер тудыратын нәрсенің бәрін бір капсулаға, таблеткаға салып жұтып жақсы болып кеттім деп айтуға болмайды. Өйткені сіздің өтіңіз, бауырыңыз, ұйқасты безіңіз өте үлкен нагрузкада жұмыс істеді, оны қорыту үшін. Сондықтан минимальный қабылдау керек, тек қана қажетін қабылдау керек. Сізде темір төмен ба? Темір препаратын қабылдау керек. Мынандай топырлаған, бірінің үсті бір битіп жаңағыдай қаланған витаминдерге қызыға бермеңіздер. Өйткені синдром дорогой мочи деген нәрсе бар. Когда организм сізден тек қана керегін алады, керек емес артығын сіз сиіп тастайсыз. То есть сіз витаминді іше беру, оның бәрі сіңе береді деген сөз емес. Ол артығын, организм қажетінен артығын алмайды. Сіз оны просто сиіп тастайсыз. Синдром дорогой мочи или феномен дорогой мочи дейді. Сіздің зәрмен бірге ішкен артық, асыра сілтеп ішкен витаминдердің бәрі сейіліп, немесе үлкендер етпен бірге шығып кетеді. Сондықтан тек қана қажет дозада, профилактикалық дозада, сіздің деніңіз сау болса профилактикалық дозада, ал қандай да бір анемия сияқты бір сырқатыңыз болса емдік дозада ішу керексіз. Соған ден бөліңіз.